Өмір сүру ережесі. Гүлзат Шойбекова. Әңгімелер мен повестер. Адамгершілік. Күндердің күнінде дүниенің бізге беймәлім бұрышында таңның шығындай нұрлы, масаның үніндей мұңлы, тамшының дыбысындай сырлы бір қарт дүниеге келіпті. Оның ерекшелігі күн өткен сайын жасарады екен. Адам баласының барлығын жақсы көргені соншалық, ол өз бойындағы мейірімін жер бетіндегі жандарға әлі күтке үлестірумен келеді екен. Бірақ оның үнін ешкім құлақтарымен естіп, жүзін көздерімен көрмепті. Ол өз ойын, ақыл-парасатын қалаған пендесінің санасына ену арқылы жеткізеді екен. Жалғыздықтан жапа шеккен ол, бойындағы шуағын әрбір жанға бөліп берген сайын жасарып, күш-қуаты артыпты. Оның дамылдайтын тұрақты мекені де болмапты. Тек өзі аса қадірлейтін адамдарының жүрегінде аз ғана мызғып алып, ары қарай сапарын жалғастырады екен. Сол қарт күндердің күнінде менің жүрегіме келіп, көз шырымын алған болатын. Мен оған аз-маз аялдай тұруын өтініп, қонақ жайлылық танытқан едім. Оның қаусаған кәрі шал кейпіне қарағанда, әлде қайда жасарып, жігіт ағасы жасына келгенін көріп, ішім жылып қалғаны да растын. Қызығушылығымның басыма пәле болып жабысарын қайдан білейін? Енді міне, не қартаймайды, не жасармайды. Қатқан қалпында менің басқан ізімді аңдып өмір сүруге мұрша берер емес. Өзінің араласпайтын ісі жоқ. Қызық қусам да, қызметте болсам да, жолда жүрсем де, кесе көлденеңдеп қадамымды бастырмайды. Өтіріктен де, өсектен де, құлақтан да, ұрлықтан да қызғанады. Мені осыншама бұғауда ұстайтындай не жазығым бар, деп сұрадым әбден шыдамым таусылған күні. Мен емес, сен мені бұғауда ұстап келесің, деді ол өзімді кінәлай. Қаншама жылдан бері басқа адамдарға мейірімімді шаша алмай, күш-қуатым қашып қатқан қалпымды көрмеймісің? Қалай сонда? Мен не істеуім керек? Мені босат. Босатқан несі? Сіздің онсыз да жолыңыз ашық емес пе? Менде адам қатарлы өз болып өмір сүргім келеді. Мен сені қажыттым, білем. Я, мені әбден шаршаттыңыз. Айтпасқа болар еді, бірақ енді қайтып мұндай ашық пікірлесудің орайы келмесін сезіп, оның басты мүддесін ұмытып, менің жүрегімде мәңгілік мекендеп қалуынан сескендім. Сіз келгелі менен қызық та, қызмет те қашты. Мен тек қайырымдылықпен, адалдықпен өмір сүре алмайды екенмін. Пенде екеніңді мойындадың-ау, деді ол күрсініп. Адам болмасам, келместе едіңіз ғой. Оның рас, бірақ сенің басқа адамдарға қарағанда кемшілігің бар. Сондықтан да мен саған келген едім. Ол қандай кемшілік? Өлшеулі мөлшерден артық сендерге көруге де, естуге де рұқсат жоқ. Сондықтан да адамдардың құлағы мен көзіне перде қойылған. Сенде сол перде жоқ болғандықтан мені көре де, ести де аласың. Құдай үшін кетіңізші, мені шатастыра бермей аулақ жүріңізші. Жоқ, мен сенен кете алмаймын. Жалынамын, маған тыныштық беріңізші. Сенің жүрегің маған өте жайлы, және айтқанымның бәрін орындайсың. Не деген мылжың едіңіз. Жалғыз сен емес, адамдардың барлығының жүрегінен осындай жайлы орын іздеймін. Неге екенін ешбір адамға жамандық жасамасам да, адамдар менен тез жалығады. Мен бәрібір адамдарды шексіз жақсы көруімді тоқтата алмақ емеспін. Ол осылайша ұзақ сонар әңгімелеп жатып, көзі ілініп кетті. Менің де күткенім осы сәт еді. Бар күшімді жинап, қол аяғымды байладым да,
Бар күшімді жинап, қол-аяғын байладым да бірнеше жыл сүйретіп жүріп, арамдықпен байып, ақшамен абырой жинаған досыма сыйға тарттым. Ол кеткелі менің бар шаттығым қайта оралды. Рахат-ай, өтірігім де, өсегім де, қулығым да, сұмдығым да мені ұмытпапты. Сескене барлығы да маған адал қызмет етуге қайта оралды. Сонымен мен бүкіл арманыма жетіп, асарымды асап, жасарымды жасап, арғы өмірден ғана әмір күтіп жүрген шағымда оны кездейсоқ жолықтырдым. Ол мүлдем сәби қалпына түсіпті. Мені әзер таныған соң мен ата-анамды таптым, деді қуанышпен. Әкемнің аты Ар, анамның аты Ұят екен. Намыс деген інім бар. Ол күн өткен сайын қартаяды. Сондықтан да адамдарға менен гөрі жақындау, ал мен анамның құрсағына кетіп барамын. Осы сәт менің жүрегімді қимастық па, әлде өткенге деген сағыныш па, өзіме де түсініксіз сезім билеп алды. Кетпеші, дедім өтініп, маған қайта келші, сен бар кезде өзімді жақсы көруші едім. Менің ақ құрсағыма енші, өмір бойы әлдилеп өтейін, оралшы маған. Бүгінгі келіншек. Жазушы Шерхан Мұртазаның 41 жылғы келіншек әңгімесінің желісімен. Осыдан 5-6 айдай бұрын біздің мекемеге бір келіншек жаңадан орналасты. Сөзі орнықты, ісіне мығым, жүріс-тұрысы, киім-киісі салмақты, мінезі бәрі өзіне жарасымды. Орта бойлы, шымыр денелі, өмірдің ащы тұщысын, қуаныш қайғысын шаттанып, шалқымай-ақ, қайғырып таусылмай-ақ, қас қайып қарсы алатындай. Бірақ жұмыстан қолы қалт етсе, бір нүктеге қадалған күйі сағаттап отыруға бар. Тұнжыраған қалың ойдың жетегінде шырмалып, қасына барып шаруаңды айтпасаң, сені көру де, есту де қиын. Кейде 4-5 жасар баласын ертіп келеді жұмысқа. Сол күндері ғана ол жан жағындағы адамдармен сөйлесуге аздап мүмкіндік табады. Әншейінде тыным таппайтын телефоннан оның аты аталмайды. Ол да ешкімді іздемейді. Көңілінде сенім, бірақ көзінде мұң. Бір күні телефон ұзақ шырылдады. Жұмбақ келіншектің аты аталғанда, одан бұрын мен қуанғанда едім. 5-6 айдың көлемінде ең болмаса бір адамның оны іздемегені мені ғана емес, осы мекемедегі бәріміздің қуанышымызбен бірге таңданысымызды да қоса туғызды. Ол телефонды қалай пайдалану керек екенін білмейтіндей бәріміз құлақ түрдік. Ал оның түрінен ештеңе де байқалмады. Қуаныштың да, реніштің де, тіпті таңданыстың да лебі жоқ. Байсалды ғана трубканы көтеріп, «Алло», деді. «Иә, қалың қалай, қайдан звондап тұрсың? Телефонды қайдан алдың?» «Иә, әлгі жынды сүрейің қайда, сендерше айтқанда жігіт сұлтаны». «Өтірік сөйлеме, ол қасыңда болмаса, маған хабарласу сенің ойыңа қайдан келсін? Ерте ме, кеш пе, оның хабарласатынын сезетінмін. Бер трубканы, онымен сөйлесуім керек». Арғы жағындағы дауыс естілер-естілместе айнала қарап, бәрімізге мұқият зер салып шықты да, жанарын терезеден сыртқа тым ұзаққа жіберіп, сөзін қайта бастап кетті. «Иә, қалқам, тірісің бе, барсың ба, жер бетінде? Жаным-ау, Ұлы Отан соғысының аяқталғанына да 55 жыл уақыт өтті ғой. Хабарсыз кеткен кісілердің де зираттары табылып жатыр дегендей. Енді қашан? Сен келем дегенше де 4-5 жыл өтті ғой. Иттен қорқатының бар, дуанашылық жасап нең бар еді? Сенің бізді жақсы көргеніңнен, ойлағаныңнан не пайда? Тірі болсаң, тірі адам тіршілігін жасамаушы ма еді? Тасаға тығылып, сынап баққанша. Тірі болсаң, мен
балаңды аман есен босану үшін тамақ асырап 2 ай аурухана жатқанда қайда болдың? Операция алдында дәрігерлер тілхат жазып кет, балаңды кімге аманат етесің деп, балаң екеумізге өмір мен өлім қаупі қатар төнгенде қайда болдың? Сол балаңды ауылдағылар хайуанаттар паркіндегі аңдарды қызықтағандай қаумалап, қолдарын шошайтқанда қайда болдың сен? Балаң көрші балалармен шекісіп келіп, менің әкем қайда деп шырылдағанда қайда болдың сен? Айтшы, қайда болдың? Балаңды асырау үшін етегіме мұз қатып, көше жағалап, түнделетіп нан сатқанда қайда болдың сен? Енді маған 5 жыл өткенде тірімін деп аузыңды толтырасың. Әкесі қарамай кеткен баланың фамилиясы кімде болушы еді? Екеумізге де ұқсамайды. Бірақ саған ұқсаған әрбір қылығын көргенде еңіреп жылағым келіп тұрып, емірене сүйемін. Ол ойыншықтарына тек қана әке туралы ертегі айтып береді. Өзімнің халім қалай болушы еді? Сол ертегі мен ойыншықтардың ортасында, бірақ ертегіге сенбейтін, шындықты көрмейтін күндер өтіп жатыр. Айтпақшы, сенде бір өтінішім бар еді. Алғашқыда соңғы өтінішім. Хабарласқаның өте дұрыс болды. Сен үшін қиын шаруа емес, орындаймын деп уәде берсең айтайын. Есіңде ме? Баламды көтеретін кезеңде сен мені Самарқандқа, Бұхараға қыдыртпақшы болып жолға шыққанмыз. Бірақ адасып қалың қорымға қонып, кері қайтып едік қой, есіңде ме? Мен білетін сенің жалғыз мекенің сол жер ғана. Сен дәл сол жерді іздеп тапшы. Қолыңа күрек ала бар. Бар да терең, өте терең етіп жерді қаз. Сөйтте ішіне жата ғой. Сонан соң бізді күт. Шыда, ерте ме, кеш пе, біз балаң екеуміз артыңнан барамыз. Мүмкін аршып алармыз, мүмкін топырақ салармыз. Мүмкін осылай істесең ғана менің халімнің қандай екенін түсінерсің. Соңғы өтінішім, осыны орындашы. Ең болмаса, сенің осы адамгершілігіңе риза болып өтейін. Қалған арғы өмірде сөйлесерміз. Хайыр, хош. Менің тасада отырып тыңдағаннан басқа қолымнан ештеңе келмеді. Тіпті оның жүзіне қарауға қаймықтым. Осы бір сәттің боларын алдын ала білгендей, келіншектің баяулатып отырып, бар сырын ақтарып тастағанына таңдандым. Ол трубканы қойған соң, менің алдымнан бір пара қағаз алып, асығыс бірдемелерді жазды да есікке беттеді. Оның бізге келген 5-6 айдың ішіндегі асығыс қимылын алғаш рет көргендіктен бе таңдана жүзіне қарадым. Ол осыны сезгендей артына бұрылып, иә, соғыссыз өмір сүргенімізге де 55 жыл уақыт өтті, деп күрсінді де байсалды қалпына қайта түсіп шығып кетті. Мен сонда ғана жанарының тым тереңінде жатқан оның ойларын түсінгендей болдым. Жалма-жан әңгімедегі жазған қағаз бетіне үңілгенім, қағазда мені өз еркіммен жұмыстан босатуыңызды өтінемін деп қана жазылған екен. Бұрымыңды кескенің, ақылыңды кескенің, деді әкесі. Бұрымыңды кескенің, өмір жолыңды кескенің, деді анасы. Бұрымыңды кескенің, жаңа өмірге келгенің, деді құрбысы. Осы үшеуінің қайсысы әулие деп ойлады ол. Бірақ түн баласы бұрымынан қорлық көріп, кірпік ілмей шығатынын, өріп жатпақ түгілі төсекке байлап жатса да тарқатылатынын, қылқындыра тұншықтырып шошына оянатын ол жан баласына тіс жарып айта алмады. Осы үшеуінің қайсысы әулие деп ойлады ол, айна алдында тобығына дейін түсетін қолаң шашын аялай тарап отырып. Бірақ оны күріштің тозаң суымен ғана өсіргенін, айранның көк суымен әрлегенін, жиде ағашының тарағымен ғана тарайтындығын және кіндігін кескелі қайшы тимеген құпиясын ешкімге айтқысы келген жоқ. Ата-анаңа рахмет, деді көрген қарттар. Қарындас, танысайық, деді жігіттер. Қай заманнан келдің, деді құрбы қыздар. Осы үшеуінің қайсының сөзі шын, деп ойлады ол балгерге бара жатып. Бәрінікі де дұрыс, деді балгер, бірақ кеспегенің жөн.
Кімге кестірсең, соның тағдыры сенің басыңа қайталанбақ. Егер кесе қалсаң, оны адам баласының табаны тимейтін жерге жерлеуге тиістісің. Өйткені ол анаңның құрсағынан бірге келе жатқан жолдасың, қарын шашың. Ешкімнің де айтқаны дұрыс емес деп ойлады балгерден келе жатып. Кесемін, бүгін қалайда кесемін. Бүгіннен қалсам, ол менің басымды жалмайды. Әрбір түні өз бұрымынан өзі үрейленген азапты адам баласының басына бермесін. Бірақ бұл азапты балгердің біле алмағанын да, ешкімнің тағдырын қайталағысы келмейтінін де біреуге кестіріп, өзге жанды бұрымының наласына қалдырғысы келмейтінін де көңіліне түйіп қойды. Сонан ол соңғы рет айна алдында бұрымын жая айналып, мейірлене сипалап, қос білегі талғанша асықпай өріп шықты. «Қош», деді ол, «арғы өмірден бірге келген жолдасым, қош, кешір мені». Сөйтті де дайындап қойған қайшысын алып, желке тұсынан шорт кеспекке ыңғайланды. Осы сәт не қоштасқаны, күрсінгені белгісіз, бұрымы қолына ырық бермей бұлғақтап кетті. «Мені қимай тұрсың ба?» деді ол. «Қимайтын болсаң, неге мені сонша қинайсың? Түнде түнімен буындырып, күндіз неге моп-момақан бола қаласың?» Ол көз жасына ерік бере отырып, бұрымы бұны емес, өзі бұрымын кесуге қимайтынын түсінді. Түсініп қана қойған жоқ, көп нәрсені сезінді. Сезініп қана емес, ап-айқын көрді де, бұрымын кескен күні әкесінің бұл өмірмен қоштасатынын, бұрымын кескен күні жолында тек сәтсіздіктер басталатынын, ешкімнің алғыс айтпайтынын, ешкімнің таныспайтынын, айналасында тек қана шуласқан құрбы қыздар қалатынын, бәрін көрді. Ол ұзақ ойға шомылып отырып, осылардың ішінде ең қадірлісі әкесі екенін жақсы түсінді де, әкесінің бір күнде болса өмірін ұзартқысы келіп, аласұрған көңілін басып, төсегіне жантайды.